Армысыздар, құрметті бауырлар, құрметті туыстар. Қазақ қырғыз көздің екі қарасы дейді. Ошондай бауыр елдің жақсылығы бері-біріне жұғысты болсын. Алмыстақтан егіз елді біріктірген, егіз елді жақсылыққа шақырған, данакер болған бұл өнер адамдары. Сол қазақтың дәстүрлі өнер тарихында бізден Таттымет бабамыздан тартып, Құрманғазы атамыздың, Сейтбек атамыздың, Нұрғиса атамыздың, Кейінкелі Қаршық Ахмедияров сияқты қазақтың мықты күйшілерінің бүгін орнын жоқтатпай, сол дәстүрлі өнерде жылдызы жанып, қазақтың бүгінгі күндегі мақтанышы болып отырған азаматтарымыздың бірі Нұркен Ашыров. Нұркенді мен көп жылдан бері білем. 2012 жылы Қазақстанның Қырғызстандағы мәдениет күндері өтіп қалды. Ошондо биринчи рет Кыргыз сахнасында Нұркен келіп, қазақтың қара домбырасын тартып, Қырғыздың бір топ мықты ер-азаматтарының көзіне көрінген болатын. Сол күнден бері біз Нұркенді жақсы білеміз. Жоғарыда ағамыз айтып кеткендей, улуу дүйнөгө, улуу қазақтың мәдениетіне, дәстүрлі өнеріне баспағып, соның ішінде мықты күйлерді жаратып, соның ішінде бізден Улуу Айтматовтың философиясына баспағып, Ақкеме деген мықты күйін шығарған. Ошол қырғыз қазақты жақындатқан бір топ мықты шығармалар бар. Жамбыл атамыздан тартып, Келен атамыздан тартып, мына біздің Нұрғиса Тілендиевтің Бауырластар деген керемет күйі бар. Кейін сол дәстүрді Илья Жақанов ағаларымыз, Мұхтар Шаханов ағаларымыз бір топ мықты шығармаларымен улантқан. Сондай шығармалардың бірі Нұркендің Ақкеме деген күйі деп білеміз. Дейіндағы Нұркен біздің сахнада бір топ мықты концерттерге қатысты. Мына мен Мәдениет министрлігінде тұрғанда, бұл жерде отырған ағаларымыз, бауырларымыз, мына Жеңіс ағамыз менен Нахан ағамыз, сол кездегі министр Ақтоты Рахматуллаевна, кейінгі министрлерімізбен бірге бір топ жоспарларды атқарғанбыз. Сонда біз Бишкекте Абай Құнанбаевтың 175 жылдығын өткөрдік, Жамбыл Жабаевтың 160 жылдығын өткөрдік. Қазақ қырғыз дәстүрлі өнер адамдарының қыз-жігіт Сармерден ойынын өткөрдік. Қазақстанның Қырғызстандағы мәдениет күндерін өткөрдік. Соның барында Нұркен Ашыров қазақтың домбырасы менен қырғыздың жүрегін аралап, егіз елдің өнер күйермандарына мықты өнердің майрамын тартылған. Содан бері біздің сахнада жылдызы жанған, біздің ең жақсы көрген бауырымыз, ең жақсы көрген еліміз, досымыз Нұркен мына бүгін 40 жасқа толып отыр. Қырғызда мақал бар, 30-ында орда бұзған, 40-ында қыр ашады дейді. 30-ында орда бұздың. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері болдым. Ахмет Жұбанов атындағы мына тарихи үлкен мектептің, 90 жылдық тарихы бар мектептің директоры болдым. Қазақ ұлттық консерваториясының ректоры болдым. Мұның бардығы сен ушул қыр ашқаныңан, сен ушул еліңе сіңірген еңбегіңнен хабар беріп тұрады. Жоғарыдан Нұрғиса ағамыз айтып кетпеді, қазақтың мықты адамдарының батасын алған деп. Біз дағы мұндан 2 жыл бұрын қырғыз күйшілерінен, қомысшылардың ішінен СССР-ден халық артисін Нұрғиса Тілендиев менен бірге алған Самара Тоқтақұлова апамыз бар. Биыл 80 жасқа толды. Сол киши сахнада 60 жыл деп концерт бергенде Нұркенді арнайы шақыртты. Самара Тоқтақұлова Қырғызстанның еңбек ері, СССР-ден халық артисі. Сонда сахнада Самара апамыз Нұркенге бата берген. Нұркен, саған Құдай менің жолымды берсін. Сен дағы Қазақстанның еңбек ері бол. Қазақстанның халық артисі бол деп бата берген. Сол баталардың барлығы қабыл болсын. Бата менен ерге көректей, соның арқасы менен мына көгеріп келе жатасың. Құдай бұйырса Нұркендің қашар ашысы алдыда жоғарыда баламыздың біздің жолымызды беріп, Қазақстанның емес, Қырғызстанның дағы ел артисі бол. Қазақстанның министрі бол. Bir top darajаларға жеп, мен ағайшыне Севанжан Асем деген мықты жары бар. Асем дағы мына
Кыргызстандын Ғалым Академиясында аспирантурада окуп атат. Бизден кандидаттык диссертациясын коргогон атат. Мына ушул Асен, Кудай буйрса сени сол даражага жеткирет деп мисале. Койгунту болсун, биздин дагы ошо сиздерге Закирбек кайда? Атайын ушул Кыргызстандын марапаттарын алууга жол ачсын деп, мен арнайы бүгүн ушу 40 жашка толгон туулган күнүңдө Кыргызстандын маданиятынын мыкты кызматкери, силердин маданият саласын үздүгү дейт ғой. Соған бүгүн мына биздин министрдин буйругу менен сол марапатты тапшырып коюуга уруксат этебиз. Kırgızistan medeniyet salasının üstünde kazanacak. Ерекше başına tutmayız ağayın. Hay motivasyon! Kırgızistan Respublikası'nın medeniyet salasını Türkiye Mukaliyova aşırı ağayın. Kutlu olsun. Анан Нуркен өзү аттан түспөйтүн жигит, дайыма аттын үстүндө камчым колунда болсун. Рахмат. Rahmet. Al енді Hasan Kadırmen de aynı